Көрдіңіздер ма? Кімді көрдіңіз оның ішінде? Мен ол қорапшадан өзімді көрдім. Ол қорапшадан өзімді көрдім. Өзімді көрдім деп ойлаған жоқпын. Негізінде сіз айтқан сөзіңізден бір жүрегімге бір жақын сөз келді. Сабағымызды кіріспесінен шығаратын қорытынды әлемдегі ең мейірімді жан, ең әдемі, ең ақылды ол мен. Солай ма? Әрқайсыңыз солай ойлауларыңыз қажет. Сіздердің алдыңызда карточкалар жатыр. Әрқайсыларыңыз бір-бірден осы бір карточканы алсаңыздар, оның ішінде бір сөз жазылған, иә? Тапсырмасы бойынша сіздер қазір осы сөзді байланыстыра отырып, үй тапсырмасы, келешекте ойын ойнама тақырыбы бойынша қорытынды жасап шықсаңыздар тезірек. Сенім. Сөзіңді айта ғой. Мында маған келген карточкада сенім деген сөз болды. Ол бізге берген тақырыпқа байланысты ересектер ойын ойнама. Сонда біз негізінде көбінесе ересектерге ойнағанда уақыт жоқ, бірақ та ересектер осы ойын ойнаған кезде ол біз ересектерге сенеміз, сенім болады. Маған келген сөз ол ойын, ересектердің ойын ойнауға уақыты жоқ. Сіздің маған беріп жатқан құнды пікірлеріңізге мен алғысымды білдіремін. Көріп отырған, жаңа көріп отырған сөздеріңізбен өткен сабақта пысықтап шықтыңыздар есептегенде әрқайсымыз өзіміз үшін қажетті бір ой пікірге келдік деп ойлаймын. Енді бүгінгі студиямыздың талқылайтын негізгі тақырыбы отбасы өмір аясы. Ол бүгінгі қоғамдағы өзекті тақырыптардың бірі отыр. Келісесіздер ме? Иә. Енді тақырыбымызға арқау болатындай мен сіздерге бір әңгіменің бөліскім келеді. Әңгіменің тақырыбы тілек күші деп аталады. Неліктен тілек күші екенін сіздер әңгіме барысында ойланып отырсаңыздар, иә? 2 жас отау құрғаннан кейін біраз жылдар өтсе де, сол үйдің отанасы ұзақ жылдар бойы баланы көтере алмады. Ұзақ жылайды, түндер алақан жауып, күндіз алақан жайып, бір алладан бойына сәби көтеруді сұраған екен. Қанша жыл өтсе де, ол әйел өзінің тілегіне жете алмапты. Сол күндердің бірінде тағы да қос алақанын жайып, қатты еңіреп жылап отыр. Алладан бала сұрап отырған кезде көз алдына бір періште көрінеді. Әлгі әйел не істеп білмей сасқалақтайды да, сен кімсің деп сұрайды. Әлгі періште әйелге тіл қатады. Мен ұзақ жылдар бойы сенің алақан жайып, бала тілегеніңнің куәсімін. Бірақ саған бүгін сол сұрағына жауап беруге келдім. Мен саған айтайын, сен уақытыңды кетіріп, бала сұрап, алақанын жайып, бостан-босқа көз жасыңды көлетпе. Саған бұл өмірде бала көтеру, ана болу бақыты бұйырмаған екен деп. Әлгі әйел қатты жылап бірде есін жиып періштеге айтады. Ақыры көзіме көрінген екенсің, сенің міндетің көмектесу емес па? Жақсылық жасау емес па? Демек, менің осы тілегімді орындауыма бір сен себепші бола, бір сен көмектесе өтіп сұрайды. Әлгі періште ойлана келе, әйелге былай жауап береді. Жақсы, сенің тілегіңді орындауға көмектесейін. Бірақ та ол тілектің құны өте ауыр болады. Ол саған үлкен қиыншылық келеді. Өмірге бала келеді, бірақ ол баланың өмірі бір-ақ күндік болады. Бір тәулік 24 сағат қана сен ана бақытын сезініп, балаңды құшағына аласың деген. Әйел ойлана келе кезеді. Күндердің күнді жақсы хабар. Әйелдің бойына бала өтеді. 9 ай көтеріп, 9 күн көтеріп, толғатты дүниеге торсықтай ол әкеледі. Баласының бір-ақ күн өмір сүретін сол әйелден басқа ешкім білмейді. Ұлан ғасыр той жасайды. Көрші маңай, жақындарын шақырады, туыстарын шақырады. Сол тойда әрине не айтылады? Тілек айтылады. Және көптің тілегі. Бала ұзақ жасасын, баланың сүндет тойында кездесейік, тілашар тойында, мектеп бітіру, үйлену тойында кездесейік деген сияқты жақындардың тарапынан көптеген тілектер айтыла бастайды. Сонымен той аяқталып, әркім үйіне қайтады. Әлгі бала енді әйел баласының ұзақ жасамайтынын біліп, құшағына қатты қысып түнде отырады. Ұйықтағысы келмейді. Бірақ қатты шаршаған әйел бір мезетте ұйықтап кетеді. Бір тәулік өтеді. Әйел шаршаған әйел ұйқысынан қатты оянып, баласына қараса, баласы дем алып жатыр екен. Сағатына қарай 24 сағат өтті, ұқпайды. Бір күн өтеді, 2 күн өтеді, баласы күле бастайды, ақырындап ата-анасын тани бастайды. Содан бір күні түсінде әлгі періштені көріп қайтады. Сол сәтте сұрайды, сіз маған баланы
бір-ақ күн көресің деп едіңіз ғой, ал менің балам әлі де денеге жүрегі соғып жатыр. Бұл қалай болғаны дегенде, періштенің жауабы қандай болуы мүмкін? Қандай болуы мүмкін? Ол періштенің жауабы сол тойда айтылған тілектер болуы мүмкін. Себебі Алланың құлағына жақсы тілектер тез жетеді дейді ғой. Сол себепті ол тілектерді Алланың құлағына жетіп, ол бала да солай өмір сүріп кетті. Және де ол тағы айтатын, адамдар бір-біріне жақсы тілек тілесе, солар тез орындалады. Рахмет, әрине, көптің тілегі қабыл болды, солай ма? Әлгі баланың ары қарай өмір сүруіне бұйрық беріліп, ол бала ата-анасының қызығына айналды. Ал енді мынадай сауал қойғым келеді. Не себепті дәл осы әңгімені бүгінгі тақырыпқа мен арқау етіп есептейсіңдер? Қалай білесіздер? Себебі тілек арқылы, мысалы, отбасындағы жақын адамдарға тілек білдіріп жүрсең, олар әрдайым көңіл күйлері көтеріңкі болады. Және де сол айтады ғой, күлкі өмірді ұзартады демекші, көңіл күй көтеріп жүрді, сондықтан өмір жасы ұзақ болады. Сол себепті де болады. Отбасы құндылығы дегенде сіздерге ең бірінші көз алдарыңызға не келеді? Не сезінесіздер? Отбасы дегеніміз ол отбасы айтады ғой, қамқор әкеден, бақытты анадан және солардың ортасында өсіп жатқан ол ең басты саналы баладан тұрады деп ойлаймын. Отбасы деген менің алдыма, отбасы деген кезде менің алдыма ата-анамның маған беріп жатқан үлгілі тәрбиесі түседі. Және де мені жақсы көретін олардың жылы сөздері есіме түседі. Ал сіздер үй ішіңізде ата-анаңызға, жақыныңызға мен сені жақсы көремін деген сөзді қаншалықты жиі айтасыздар? Кім жауап береді? Қаншалықты жиі айтасыздар? Жансай. Мен сені жақсы көремін деп, мен анама, әкеме, өзімнің туған күнімде, қандай да болсын бір шара болсын, мерекелік жиі айтуға тырысамын. Қаржық кезде біз отбасында бір-бірімізді сыйласа алмаймыз. Себебі отбасында осылайша интернет желісі арқылы бір жағынан жылулық та кетеді деп ойлаймын. Демек бұл көпшілік отбасында елестетіп қарасаңыздар кездесетін жағдай. Расымен кейде әлеуметтік желіге кіріп кетемізде баламыз не көріп жатыр, мен не көріп жатырмын деген жағдайға келеміз. Қазір оны талқылаймыз, талқыламас бұрын біздермен осыған байланысты бір бейне материал көрейік. Ғаламтор, телефон өміріміздің бір бөлігіне айналды. Оны қазір бәрі қолданады. Бізде бір тәртіп деген жоқ. Тілдегі білім өз бойымыздан көрініс тапқанда ғана қоғамға пайда әкеледі. Отбасындағы ең қандай қорытынды шығардыңыздар? Қазір қарап отырсақ, отбасыда бала туғаннан кейін ол ойнайды, садикқа барады. Бұрын солай болатын, дағы айтыңыз, ал қазіргі балалар үйден шықпайды. Таза ауамен демалмайды, ой өрістері дұрысталмайды. Олардың физиологиялық жағдайларын, физиологиялық дамуына да бұл әсер етеді. Отбасы өмір аясы деп отырмыз. Расымен де біздің көпшілік уақытымыз сол біздің отбасымыз өтеді. Солай ма? Кішкентай кезімізден біз үшін үлгі кім? Ата-ана. Демек, ертеңгі сіздерді болашақ ана, болашақ әке осыны назарда қайтуымыз керек, ұстауымыз керек. Егер сіз өз-өзіңізді қолға ала алмасаңыз, егер сіз балаңызға соны көрсетіп отырсаңыз, сіздің балаңызда одан ары ешқайда асып кетпейді. Қазір сіздермен бір-бір отбасындағы жақсы қарым-қатынасқа қажетті бір ереже айтайықшы өзіміз. Не айтар едіңіз? Қандай ереже керек деп ойлайсыз отбасыларға? Мен отбасыға, мысалға, ереже ол отбасыда үйге барған кезде көбінесе далада жасаса да отбасыға келгенде сотка ұстамау, мысалға, бір-біріне көңіл бөлу. Бағдарлама негізгі 3 айдардан тұрады. Осы 3 айдардың жүзеге асу үшін біз сіздерді арнайы қонаққа шақырдық. Сонымен бізде бірінші тарихтан сыр шертемін. Айдары бойынша өздеріңіз отбасы мәселесін зерттеген қандай ғалымдарды, зиялы қауым өкілдерін білесіздер, көбіне қандай тақырып зерттелді. Не себепті отбасы ол бүгінгі күнде маңызды мәселенің бірі екенін қарап талдап бізге қысқаша нақты мәліметтер берсеңіздер,
ақпаратты табу үшін сіздерге қазір ғаламтор желісін қолдануға рұқсат. Сіздерде екінші топ. Сіздерге арнайы сіздердің алдарыңызға берілді. Отбасындағы жағдайы сіздерге сақталау, яғни сіздердің рөлге енуіңіз қажет болады. Бұл жерде екі отбасындағы екі түрлі жағдай беріледі. Тапсырмамен танысасыздар, ортаға көрсетесіздер. Үшінші топ. Сіздердің айдарларыңыз бақыттың мекені деп аталады. Яғни бақытты отбасы қандай? Бақытты отбасына не қажет? Бақытты отбасындағы адамның негізгі моделі қандай болу керек деген сияқты сурет арқылы немесе постер арқылы шығармашылықтарыңызға қарай қорғауға болады. Дайындыққа 3 минут уақыт берейік. Сәлеметсіздер ме? Бұл менің оқшар отбасы ма? Иә, сәлеметсіз, бұл кім екен? Мен сіздің балаңыз серік оқитын политехникалық колледждің сервис бөлімінің меңгерушісі Болгова Елена Васильевқызымын. Сіздің балаңыз серік қаңтар айының аттестациясы бойынша 2 пәннен аттестация ала алмады. Олар ағылшын тілі мен химия пәні. Сондықтан осы жуық арада аттестацияның бағасын жөндеу керек. Осы жағдайды өз қолыңызға алуыңызды сұраймын. Тыңдағаныңызға көп рахмет. Сізді қадағалайды деп ойлаймын. Иә, қадағалаймыз. Сау болыңыз. Сен бала, неге сабағыңды оқымайсың? Киімің көк, тамағың тоқ. Не жетпейді осы саған? Сен үшін қызарып жүре ме күні кешке дейін? Оқымайсың ба сабағыңды? Кетші сабамай, бала бәрін біледі. Өзі ақылды, мұғалімдер өзі түк білмейді, өздері кінәлі. Оқыған адамдар ғой? Неге? Не болды? Тиіспеңдер менің балам. Менің балам деген жақсы ғой. Ол деген әжесінің күні ғой. Ол тиіспей қойды. Ден сау болса бұл бәрі болады. Оны ол көрші Жәмиланың қызына үйлендіріп, үйде отыр. Өз бірін бір асырайды. Сіздің сөзіңізге сенсек, бұл әлемде сіздің балаңыздан басқа ешкім жақсы емес. Екі айдардың студиясының қонақтарына сұрақ қойғым келеді. Бұл жерде кімнің әрекеті дұрыс, кімнің әрекеті бұрыс, қалай ойлайсыздар? Бұл жерде әжесінің әрекеті дұрыс емес деп санаймын. Себебі қазіргі кезде білім болмаса адам емес қой негізінен. Білім болмаса жұмысқа істей алмайсың, ешқай жерге сен керегі болмай қалады. Сол себепті мен бұл жерде әжесінің әрекеті дұрыс емес деп санаймын. Жақсы көріністен отбасыда әркімнің міндеті болу қажет деген пікірмен келісесіздер ме? Иә. Демек, ана ол өзінің міндетін атқару керек, ол отбасындағы отанасы. Әке отбасының отанасы дейміз, ата әже әрине ол осы отбасының қазынасы, нағыз тәрбиенің көзі. Егер де осы айтылған міндеттер отбасында толықтай орындалып жатса, әрине онда өсіп жатқан бала мейірімді және қамқор болып өсетіні сөзсіз. Сіздерге рахмет, отыра алыңыздар. Бүгінгі студиямызда талқылаған негізгі тақырыптың мағынасын, мәнін өздеріңізге, жүректеріңізге сақтай біліңіздер деп есептеймін. Оны біз қазір ортаға ашып талқыламаймыз. Ол сіздерге деген бір ой салады, ары қарай ойлану қажет етеді. Мен осы күнде не істедім? Қандай әрекет жасадым? Отбасының бақыты үшін мен тағы да не істей аламын деген ойға сіздерді жетелейді деп есептеймін. Бүгінгі тақырыбымыздың, студиямыздың негізгі ойы ашылды, соңына тақап келе жатырмыз. Сондықтан да бүгінгі отырыстың мен былай қорытындылағым келеді. Отбасы ол қоғамның негізгі кірпіші. Солай ма? Жаңа өздеріңіз айтты ғой, фундамент деп жатсыздар, ал кірпіші қандай кезде қатаяды? Ол суыққа тоңып, ыстыққа қысып барып қана шынығады. Солай ма? Сонда біз үшін отбасы қиын жағдайда да, қуанышта да бір-біріміздің тілекшіміз бола білу. Бір-бірімізге жанашырлық, қамқорлық таныта білу. Әрине, әр отбасы әртүрлі. Дегенмен, әрқайсымызда ортақ дресс-код бар. Дресс-код не екенін білесіз ғой? Ортақ бір тәртіп деп айтамыз. Ол кешірімділік, кінәламау, түсіне алу. Келісесіздер ме? Жақсы. Келесі сабақтың үй тапсырмасын жазып алыңыздар.
біреуіміздің ата-анамыз алысалда, біреуіміздің қасымызда, ата-анамызға жақсы көңіл күй сыйлайтын ашық хат әзірлеу. Ал бүгінгі біздің үй бағдарламасының қорытындысы ретінде сіздермен бірлесе отырып перзент парызы әнін орындасақ, сөзін білеміз ба? Жақсы. Сыйласам екен, әлем нұрын жинасам екен, ұл қыздардың жанында, ай күн алақанында, алтын тойын қанат қағуда. Ол өсірдім сендерге қарап, қыз өсірдім тұлымын қарап, сенің ғазизекенің, сенен үлгі етемін, қартаюдың өнер екенін. Шашылайын шұғылаң болып, шырқа көңіл бүгін ән болып, аман есен жүрсеңдер екен, жеткізетін құбылаң болып, аман есен жүрсеңдер екен, жеткізетін құбылаң болып. Ақыраудай шашымды көрем, басын иген ғасырды көрем, бәрі сенің жеңісің, бәрі сенің жемісің, ұрпағыңа бақыт келесің.